кейде болады құлшылыққа деген бір ықыласыңыз, бір махаббатыңыз артып кетеді. 5 уақыт намаз мешітте оқисыз, Құран оқисыз, Алланы еске аласыз. Құлшылыққа деген сіздің бір құлшынысыңыз жоғары болады. Ал кей кезде болады, намаз оқығыңыз келмейді, жалқаулық танытасыз, Құран оқығыңыз келмейді. Бұл айтқан уақытта әлсіздік сізде көп, жаңа құлшылыққа деген әлсіздік пайда бола бастайды. Сол уақытта не істеу керек деген уақытта, құрметті тыңдармандар, әрине біздің жүрегімізде иманымыз жарқырап тұрған уақытта адамның құлшылыққа деген махаббаты арта түседі. Ал енді сол иманымызға дақ түсе бастаған уақытта біздің құлшылыққа деген махаббатымыз азаяды екен, құлшынысымыз азайып кетеді екен. Ол не себепті дақ түседі дегенде күнә себепті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, адам баласы күнә істеген уақытында жүрегіне бір дақ пайда болады дейді. Анау күнә істеген сайын дақ үлкейе беріп не қылады, біздің иманымызды қарайтып бастайды екен. Сол үшін де бұны ағартатын нәрсе не дегенде, құрметті бауырым, сізге айтатын нәрсе, және бұл бәрімізге айтатын нәрсе, истиғфарды көп айтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, истиғфар етіңіздер дейді. Ей Алланың құлдары дейді. Тәубе етіңіздер. Расында мен бір күнде 100 дейді, бір риуаятта 70 немесе одан да көп Алладан кешірім сұраймын дейді. Сол үшін истиғфарды көп айтыңыз, иншалла, Аллаға көп жалбарыңыз, иншалла. Өйткені адам баласы осы күнәға байланысты құлшылыққа деген махаббаты азайып кетеді екен. Сол үшін бұны жоятын нәрсе бұл истиғфар екен. Құдайдан көмек сұрау. Қараңыздар да, ияка нағбуду ва ияка настаин. Саған ғана құлшылық етемін дейді. Және сенен ғана жәрдем сұраймын. Сол құлшылықтың дұрыс болуына да Алланың көмегі керек екен. Сол үшін көп дұғада болыңыз, иншалла. Алладан иншалла жарылқау тілеңіз. Иншалла намазға деген, құлшылыққа деген махаббатыңыз артады иншалла.